Сәлеметсіздер ме? Мен Жексенова Құралай Дастанқызы. Менің қызым Садырбай Диана Тұрақбайқызы. Менің қызым Ақмола облысы Аршалы ауданы Аршалы кенті Солнышко балабақшасының тәрбиеленушісі. Біз бүгін осы әке көрген оқ жонар, шеше көрген кемпішер байқауына қатысып, өзіміздің осы ұлттық нақышта жасап жатқан бұйымдарымызбен таныстырып өтейік деп едік. Бірінші бізде осындай құралдар арқылы біз ұлттық нақышта осындай ұлттық әшекейлер әзірлейміз. Бізде осындай алқа бар, қолдан жасалған, осындай сырғалар бар, түйреуіш, мынау шашбау. Мынау бізде шашқа адамның басына тағатын шекелік деп аталады. Біз осындай құралдар арқылы осындай ұлттық нақышта көптеген әшекейлер дайындап, бұларды біз дайындағаннан кейін жай ғана дайындап қоймай, керек адамдарға сатып та жүрміз. Бір жағынан оны бизнес деп те атауға болады. Бізге осындай детальдар арқылы біз неше түрлі осындай ұлттық әшекейлер, бұйымдар жасаймыз. Бізге керек заттар осындай қысқыш керек, кейбір жерлерін жабыстыруға осындай желім керек. Клей. Бізде бір бұйымымызды көрсетіп өтейік. Біздің бір бұйымымыз осындай ұлттық шекелік дегенді осыны қазір көп қолға алып, көп дәріптеп жүрміз. Осындай шекеліктер жасап, қазір мектептегі оқушылардың барлығы әр жұма күні өздері осындай ұлттық нақышта киініп, бастарына тағуға қолданып жүр. Назарларыңызға рахмет. Осындай әшекейлеріміз, ұлттық құндылықтарымыз әрқашанда дәріптеп жүре берсін.